Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өзім тапсырысқа жасап жүрген творожный пирогты рецептімен бөлісемін. Қалай 1 килограмм творогтан 3 пирог жасаудың жолын көрсетемін. Ең алдымен електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, екеуін бірге араластырамыз. Үстіне сары майды қосып, ұн мен сары майды үгітіп аламыз. ұн мен майды үгітіп алғаннан кейін үстіне құмшекер және жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей бізде осындай жұмсақ песочный қамыр шығу керек. Осы қамырды таразының көмегімен 3 теңдей бөлікке бөліп аламыз. Келесі диаметрі 22 см болатын кольцоның астына фольганы орап, қамырымызды жайғастырамыз. Қамырларды жайғастырып болған соң асқазының көмегімен бортик жасап, жан-жағын тегістеп шығамыз. Келесі пирогтың салмасын дайындаймыз. 1 килограмм творогқа құмшекер, қаймақ және де жұмыртқаны қосып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Мінекей бізде осындай 1 келі қоймалжың творожный масса шығу керек. Осы массаны таразының көмегімен 3 теңдей бөлікке бөліп аламыз. Дайын болған творожный массаны қамырдың үстіне құйып, бетін тегістеп, 170 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Сіздерге көрсету үшін мен 1 пирогты жидекпен жасадым. Менде қатырылған қарақат болды. Оған 1 ас қасық крахмалды қосып, араластырып алып, пирогтың үстіне қойып шықтым. Піскен уақытта жидектің суы шығып кетпес үшін міндетті түрде крахмал қосыңыздар. Пирогтар піскеннен кейін міндетті түрде суытып, содан кейін ғана кольцосын шешуге болады. Пирогтар толығымен суығаннан кейін формаларға орналастырып, бетіне ерімейтін қант ұнтағын септім. Осымен пирогтарымыз дайын, баршаңызға ас болсын. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге мастер-класстарда хит болып жүрген пирогтардың, торттардың рецепттерімен бөлісіп отыратын боламын.